1719 жылы солтүстік ұлы жазықта емшілікке үйретілген Нару есімді жас Каманчи қызы ағасы Таби секілді ұлы аңшы болуды армандайды. Ол сенімді иті Саридің көмегімен күн сайын орманда аңшылық дағдыларын шыңдайды. Бір күні таңертең Нару ерте тұрып, әдеттегідей әртүрлі дәстүрлі дәрілер жасауға қажетті шөптерді жинау үшін орманға аттанады. Алайда көп ұзамай ол негізгі міндетінен алаңдап, таң бойы нысана көздеп жаттығады. Содан кейін бұғыны байқап, Саридің көмегімен оның ізіне түседі. Келесі күні Нару орманда Табиге қосылып, өзінің Кухтаамияға, яғни алғашқы үлкен аңшылық сынағына дайын екенін айтады. Мұның дәлелі ретінде аспаннан найзағай құсын көргенін түсіндіреді. Алайда қарындасын қорғауға тырысатын Таби бұған сенбейді. Наруды қауіптен сақтағысы келген ол оған жақсы меңгерген емшілік ісімен айналыса беруіне кеңес береді. Сол күні кейінірек Нару жараланған соғыс көсеміне арнап анасымен бірге дәстүрлі дәрілер дайындайды. Ол үнемі бағаланбай жүргенінен шаршағанын және өзін дәлелдегісі келетінін айтады. Өршіл қызының қауіпсіздігіне алаңдаған дана анасы Кухтаамияның мақсаты тек жеңіске жетіп, даңққа бөлену емес екенін еске салады. Ең маңызды жетістік аман қалу екенін ерекше атап өтеді. Көп ұзамай олардың әңгімесін Таби бөліп жібереді. Ол өзі аулаған ерекше қызыл құйрықты құсты үйге алып келеді. Мақтанған анасы оны мақтап, кейін Наруды орманнан арнайы шөп әкелуге жібереді. Осы кезде ешкімге белгісіз бөтен ғаламшарлық кеме орманға жартылай көрінбейтін мақұлықты түсіріп кетеді. Орманның екінші жағында шөп іздеп жүрген Нару ауыл жігіттерінің таудағы арыстан алып кеткен достары Пухиді іздеп жүргенін көреді де, оларға еріп барады. Сол түні Нару арыстанның Пухиді неліктен тірі қалдырғанын анықтау үшін орманды аралайды. Біраз ойланып, арыстанды ісін аяқтамай тұрып, әлдебір нәрсе қорқытып жіберген болуы керек деген қорытындыға келеді. Содан кейін терісі сыпырылып, шек қарны алынған жыланды көріп, өз болжамының дұрыс екенін іштей растайды. Бұл жаңалықтан шошынған Нару арыстанды іздеуге кеткен Табені табу үшін жүгіреді. Ол орманда бұдан да қауіпті бір нәрсенің жасырынып жүргенін ескертіп, абай болуға кеңес береді. Кейінірек Таби өзі өлтірген арыстанның басын алып ауылға оралады. Оны жұртшылы қарсы алып, батылдығын мадақтайды. Содан кейін ежелден келе жатқан дәстүр бойынша мәдени рәсім өткізіліп, мақтанған анасының алдында ауыл ақсақалдары оны соғыс көсемі етіп жариялайды. Барлығы Табенің ерлігін тойлап жатқанда, Нару орманда арыстаннан әлдеқайда қауіпті нәрсенің жүргеніне сенімді болып, шетте қалады. Қарындасының күмәнданып тұрғанын көрген Таби оның жағдайын сұрауға келеді. Алайда Таби сол түні болған оқиғалар оның жақсы аңшы емес екенін дәлелдегенін айтқаннан кейін, екеуі сөзге келіп қалады. Таби жараланған Наруды үйге көтеріп әкеле жатқанда, оның тірі қалатынына қатты алаңдағанын мойындайды. Содан кейін Нарудың ашуына тиіп, оған енді ешқашан аңға шығуға тыйым салады. Келесі күні Нару әдеттегідей орманға шөп жинауға бара жатқандай кейіп танытып, ерте тұрады. Бірақ шын мәнінде ол Сариді ертіп, барлық жағдайдың анық-қанығына жету үшін орманға жалғыз аңшылық сапарға шығады. Нару Саримен бірге тауда түнейді. Таңертең ерте тұрып, қанды іздерді қалдырған нәрсені іздеуді жалғастырады. Нару демалу үшін аз уақыт аялдап, құралдарын тазалау мақсатында көлге түседі. Сол жерде Саримен қайта қауышқанына қуанады. Басына түскен барлық қиындыққа қарамастан, батыл Нару ішкі түйсігіне сеніп, сапарын жалғастыруға шешім қабылдайды. Кейінірек көрген нәрсесіне сене алмай тұрған Нару Таби оны тауып, ауылға қауіпсіз алып келу үшін жіберген ауыл жігіттеріне тап болады. Оны көрген бойда жігіттер Наруды ауылға тезірек қайтаруға тырысады. Алайда Нару оларға еріп кетудің орнына іздеуіне қосылуға көндірмек болады. Ол балалар кезінде естіген хикаялардағы құбыжыққа ұқсайтын Мупитси деген мақұлықты көргенін түсіндіреді. Бірақ жігіттер оның әңгімесіне сенбей, ақылға сыймайтын сөз үшін мазақтайды. Олардың жағымсыз әрекеттеріне мән бермеген Нару жігіттерді тастап, жолын жалғыз жалғастырмақ болады. Бірақ жігіттер оны ұстап алады. Нару барынша қарсыласқанымен, олар күшпен жеңіп, қолын байлайды да ауылға алып қайтуға дайындалады. Оларды алыстан әлдебір нәрсенің бақылап тұрғанын ешқайсысы білмейді. Жігіттер байланған Наруды бірнеше шақырым сүйреп апарады. Демалу үшін тоқтаған кезде өздеріне қарай қашып келе жатқан опосумдарды байқайды.
Бұған аса мән бермеген жігіттер қорқып қашқан кішкентай жануарларды нысана ретінде пайдалана бастайды. Ал Нару опоссумдарды не нәрсе қорқытып, осы жаққа қарай қуып жібергенін ойлайды. Жігіттердің бірі Нарудың сақ болу туралы ескертуін тыңдамайды. Ол атқан өлі опоссумды тексеріп, өзінің аңшылық шеберлігін мақтан етпек болады. Бірақ көп ұзамай денесіне түсіп тұрған бір түрлі жарықты байқайды. Болған оқиғаға таңғалып тұрған Наруды жыртқышты ұстау үшін орманға келген француз тілінде сөйлейтін адамдар тауып алады. Олар Нару түсінбейтін тілде сөйлесуге тырысып, оны одан сайын абдыратып жібереді. Содан кейін Наруды ұстап, өз лагеріне алып кетеді. Ер адамдар Наруды қамап, аудармашы арқылы тергейді. Олар жыртқыш туралы білетіннің бәрін айтуды талап етеді, бірақ қажетті ақпаратты ала алмайды. Наруды сөйлеуге мәжбүрлеу үшін ашуланған адамдар өздері де тұтқынға алған Табені көрсетіп, оны қарындасының көзінше азаптай бастайды. Ауыр азапқа қарамастан, ағасы мен қарындасы үндемейді, және оларды сындыру қиынға соғады. Олардың қарсылығына ашуланған адамдар жыртқышты шығару үшін екеуін орманның ортасындағы ағашқа байлап, жем ретінде қалдырады. Ажалды күтіп, қатар байланған ағасы мен қарындасы өткен күндерін еске алады. Табе арыстанды жеңуге Нарудың жоспары көмектескенін мойындайды. Ол қарындасының табандылығы мен ақылдылығына таңғалатынын айтады. Бұл сөздер Нару үшін өте маңызды еді. Жыртқыш келгеннен кейін айналада аласапыран басталады. Ағасы мен қарындасы бір-біріне демеу болып, босануға тырысады. Нару осы уақытқа дейін жыртқыш туралы білгендерінің бәрін ой илегінен өткізеді. Ол жыртқыштың өзін қауіп деп санамағандықтан ғана тірі қалдырғанын түсінеді. Нару осы жағдайды өз пайдасына пайдаланудың жолын табуға шешім қабылдайды. Егер оның қаны ақса, демек оны өлтіруге болады. Содан кейін Нару Сариді босату үшін лагерге асығады. Лагерге жеткен соң жақын маңдағы ағаштардың арасына жасырынып, бірнеше минут бойы алыстан үнсіз бақылайды. Ол итін көріп, жеңіл тыныстайды. Бірақ бірнеше сәттен кейін бір адамның Сариді өлтіру үшін жақындап келе жатқанын байқап, қорқыныштан бірден әрекет етеді. Нару кетуге дайындалып жатқанда жараланған бір адам одан көмек сұрайды. Біраз кідіргеннен кейін Нару оны аяп, дәстүрлі дәрілерінің бірімен емдейді. Дене қызуын төмендету үшін арнайы өсімдікті жегізеді. Өмірін құтқарған үшін ер адам оған тапаншасын беріп, оны қалай қолдану керектігін егжей-тегжейлі түсіндіреді. Көп ұзамай Нару жыртқыштың келгенін сезіп, дереу ағаштың артына жасырынады. Ол мақұлық туралы мүмкіндігінше көбірек білу үшін оның әр қимылын мұқият бақылайды. Жыртқыш лагерді аралап тірі адамды іздейді. Нару алыстан қарап тұрып, дене қызуы едәуір төмендеген жаралы адамды жыртқыштың байқамағанын көреді. Нару бұл жаңалықты оған қарсы қалай қолдануға болатынын түсінуге тырысып жатқанда, жыртқыш абайсызда жаралы адамды басып кетеді. Ауырғаннан айғайлаған адамның дауысын естіген жыртқыш оның қайда жатқанын анықтайды. Нару қорқынышпен қарап тұрғанда, жыртқыш адамды аяусыз өлтіреді. Қайғылы қазаға күйзелген Нару орманнан қашып, жақын маңдағы өзенге барады. Денесіндегі қанды жуып жатып, өксіп жылайды. Осы уақытта ауылда Нарудың анасына үлкен баласының қайтыс болғаны туралы хабар жеткізіледі. Бұл жаңалық оның жүрегін жаралайды. Сенімді иті жанында жатқан Нару өзен жағасында бірнеше сағат демалады. Ол ойын жинақтап, әрі қарай не істеу керектігін және халқына қасірет әкеліп жатқан мақұлықты қалай тоқтатуға болатынын ойластырады. Кейінірек Нару алыстан француздардың басшысын көреді. Ол өзін және Табені азаптаған үшін одан кек алудың жоспарын құрады. Сол түні ер адам ұйықтап жатқанда Нару оған жақындайды. Біраздан кейін ер адам оянып, өзіне қарап, қорқытып тұрған Наруды көріп қатты шошиды. Ол Нарудың шын жоспары өз ағасы екеуін жем ретінде пайдаланғаны секілді, оны да жыртқышты шақыру үшін жем ету екенін білмейді. Ер адам қорыққаннан аласұрып, қаруын алуға тырысады. Бірақ оның қозғалысын аяқ астынан пайда болған жыртқыш байқап, оған шабуыл жасайды. Жоспары дәл ойлағандай орындалғанына қуанған Нару жыртқыштың артынан білдіртпей жақындап, оны тосынан шабуылдап таңғалдырады. Сен менің ағамның қанын ағыздың. Енді сенің де қаның ағады. Нару жеңісін бірге бөліскісі келген сүйікті ағасын ойлап, жыртқышқа оның осы жерден әрі өте алмайтынын айтады. Сенің жеткен жерің осы. Енді әрі қарай жол жоқ.
Бәрі осымен бітті. Содан кейін ол бар даусымен айғайлап, бойын кернеген сезімді сыртқа шығарады. Келесі күні Нару ауылға бет алады. Бұрын Тааби оралғандағыдай, кішкентай қыз ауылда айнала жүгіріп, Нарудың аман-есен келе жатқанын тұрғындарға хабарлайды. Көп ұзамай жыртқыштың жасыл қанына боялған Нару ауылға мақтанышпен кіреді. Ол жыртқыштың кесілген басы мен тапаншаны барлығына көрсетіп, кейін оларды ауыл ақсақалдарына тапсырады. Нару жақын маңда қауіп бар екенін ескертіп, қауіпсіз әрі қорғануға ыңғайлы жерге көшу керектігін айтады. Анасы қызына мақтанышпен қарап тұрғанда, ақсақалдар ежелгі дәстүр мен рәсімді бастап, Наруды соғыс көсемі етіп жариялайды. Шексіз қуанышқа бөленген Нару Сари жанында тұрғанда бұл атақты сабырмен қабылдайды. Содан кейін өзіне сүйсіне қарап тұрған кішкентай қызға жігер беретін жымиыспен қарайды. Бұл оқиға сізді қорқытты ма? Төмендегі пікірлерде жазыңыз. Тағы да қорқынышты фильмдердің қысқаша мазмұнын көру үшін біздің арнамызға жазылыңыз.